бүгінгі біздің тақырыбымыз 1920-30 жылдардағы саяси репрессиялар. Жалпы бүгінгі тақырыпқа өтпей тұрып, алдыңғы тақырыпты еске түсіріп алайық. Яғни бізде төрт сурет және бір сөз ойыны. Сол арқылы алдыңғы тақырыпты еске түсірейік. Мына суреттерді байланыстыра отыра қандай сөз шығаруға болады? Яғни әйел адамдар науқан жинауға барады, ер адамдар науқан, мына жерде ер адамдар, және де галошекин суреті. Ұжымдастыру, тамаша. Кейін сан, бес сан, хат, Сталин және Ғабит Мүсірепов. Бесеудің хаты, иә? Бесеудің хаты. Бесеудің хаты жалпы не үшін жазылған? Білесіздер ма? Кім үшін жазылды? Кім үшін жазылды? Сталинге, иә? Яғни елдегі ауыр мұңды, зардапты Ғабит Мүсірепов бастаған және де 5 қазақ зиялы қосылып, Сталинге айтамыз дейді ғой, біздің қазақ халқының жағдайы қандай болады. Және Голощекин бізде президент болып бірінші хатшы болып, яғни Сталин білмей отыр деп ойлайды, біздің қазақ халқының жағдайы қандай деп. Ал типа ойлап отыр, Голощекин ғана бізді басқарып отыр деп. Бірақ та Сталинді біліп отырған. Келесі, Сталин адам сөйлей алмайды, кукла болып десек, яғни адамдар басқа. Және де мынау Сталин армиясы. Қандай сөз шығаруға болады? Тоталитарлық режим. Тамаша. Және де соңғы сөз, яғни Әлихан Бөкейхан, ату жазасы, көтеріліс, немесе Сталин және де алаштың нәрсе. Репрессия. Репрессия. Енді қазір топқа бөлініп алайық. Әр бала келіп бір карточкадан тартып өз топтарында отыра алсаңдар жеткіз. Сіздер алпамыз келіңіздер. Бір карточканы алыңыздар. Қай топта не тұр, соған барыңыздар. Қандай фигура орналасқан, топқа барып отыра беріңіздер. Ортаға басында, яғни 5 бұрыш, 3-ші топ. Сол жерде топтың аты жазылып тұр. Сіздер топтағы малын оқып жүріңіз. Карлар, алжир, яғни бұл үш лагеріміз. Карлар, алжир, степлар, яғни осылай үш топқа бөліндік. Келесі, енді бүгінгі тақырыпқа келейік. Жаңа тақырып 1920-30 жылдардағы саяси репрессиялар. Жалпы бірінші тоталитарлық режим дегеніміз не? Бұл дегеніміз Иосиф Сталиннің негізген саясаты, яғни адам құқығын шектеу, былай айтқанда. Адам өз ойын, бостандығы мен конституциясын құқықтарын жойылған билік жүйесі. Яғни адам өз ойын еркін жеткізе алмайды басшыға. Абсолюттік монархия деген ұғым бар, не шығарып? Абсолюттік монархия деген термин бар. Яғни бір адамның қолына шоғырланған билік, бір адам ғана басқарады бәрін. Ешкім өз ойын айта алмайды. Яғни ол вәзірі де, немесе билері де ештеңе айта алмайды. Яғни мысалы хан арамызда бір адам болса, яғни сол өзі шешім қабылдайды, оған ешкім ештеңе айта алмайды. Сол яғни абсолюттік монархия, сол тоталитарлық режим. Сол Сталин сондай тоталитарлық режим енгізді. Енді тақырыпта бізде репрессия деген сөз тұр. Репрессия деген не нәрсе? Репрессия деген біздің қазақ зиялылар не нәрсеге ұшырату? Қуғын сүргінге ұшырату, яғни жер аударту немесе ату жазасына кесу. Жалпы репрессия сондай болып есептеледі. Қуғын сүргінге ұшырату. Енді сіздерден мынандай сұрақ болуы мүмкін бастарыңызда. Тоталитарлық жүйені жалпы қалай не үшін енгізді?
сондай сұрақ келіп тұр ма жалпы не үшін жалпы иә плюс неде ол не мысалы тоталитарлық жүйе ешкім ойын айта алмайды бүкілі қараң бүкіл бастарын салбыратып бүйтіп жүреді жалпы не үшін емес тоталитарлық жүйе және сталин өз уақытында тоталитарлық жүйені енгізудің бірнеше себептері болды оның біріншісі ол ешкім онымен билікке таласа алмасын деп яғни ешкім сайлауға түсе алмасын деп яғни ол жеке дара өзі президент болсын деп яғни ол кезінде троцкий бухарин деген кісілер тоже жаңағы ресей үкіметінің бірде бір алып президенті болғылары келді бірақ та сталиннің тоталитарлық жүйесінің арқасында жаңағылар өздерінің кандидаттарын ұсына алмады яғни мен президент боламын немесе мен осындай хатшы боламын деп айта алмады яғни ол бірден айтатын болса ол қиын ауыр халге түсіп қалады яғни ол былай айтқанда халық жауы атануы да мүмкін екіншіден ол экономика және индустрияға байланысты бізде ол уақытта ресей үкіметі немесе қазақ халқын алатын болсақ аграрлық шаруашылық көп дамыды да и сол аграрлық шаруашылық деген жалпы не аграрлық шаруашылық аграрный хозяйство сельское хозяйство ауыл шаруашылығы яғни ауыл шаруашылық қарқынды дамыды да индустрияландыру болмай қалды яғни сол сталин яғни ауыл шаруашылығынан бірден индустрияландыруға тез өтіп кеткісі келді ұжымдастыру арқылы ұжымдастыру деген не нәрсе колхоз деген не нәрсе яғни біріктіру бүкіл еңбек бөлінісін бір жерге біріктіру колхоздар да солдан шыққан яғни бүкіл малды алып бір жерге шоғырландырып сол жерде жаңағыдай ұстау сосын келесі одан кейін идеология яғни адамның идеологиясын өзгерткісі келді яғни ешкім жаңағыдай ойын еркін айтып жайбарақат жүрмесін деді яғни өз алды билікке ұмтылмасын деді өз алды бір партия ашып алмасын деді мысалы әлихан бөкейхан біздің қазақ жаулар алаш партиясын ашты ғой яғни сол сияқты әрбір адам өзінің жеке партиясын ашып алып беймарал жүре бермесін деген оймен яғни сталин осындай жүйе енгізген болатын тоталитарлық жүйе жалпы мына кісі кім деді Голощекин Филипп Исаевич Голощекин бұл кісі жалпы біздің тоталитарлық жүйе бізге қай уақытта сезіле бастады ол яғни біздің Голощекин біздің қазақ жерінің бірінші хатшысы болып келгеннен бастап сезіле бастады ол 1925 жылы БКП БП қазақ өлкелік партия комитетінің бірінші хатшысы болды БКП деген білесіздер ме не екенін бүкіл одақтық коммунистік партия деген сөз мынау бүкіл одақтық коммунистік партия яғни соның бірінші хатшысы болып келгеннен бастап Голощекин сол уақыттан бастап бізге уже жаңағыдай аязды күндер яғни жанама мағынада аязды күндер сезіле бастады қатаң уақытта сезіле бастады яғни сол Голощекин келгеннен бастап және де сталиннің тоталитарлық жүйесі енгеннен бастап біздің алаш зиялылары өздерінің претензияларымен жаңағыдай былай айтқанда наразылықтарымен сталинге қарсы жаңағы бесеудің хаты бар оның ішінде немесе Голощекинге қарсы наразылықтарын тудыра бастады бірақ бұл тудырған істері оңынан баспады яғни 1928 жылы буржуазияшыл ұлтшыл деген атанған бүкіл алашорда қайраткерлері тұтқындалған болатын яғни ол ішінде әлихан бөкейханов ахмет байтұрсынұлы міржақып дулатұлы яғни сол қазақ зиялыларының барлығы тұтқынға алынған болатын енді жалпы қазақ жерінде тоталитарлық жүйенің көрінісі экономикалық шикізатқа уақытта қалыптасу яғни экономиканы жақсартамын деп ойлайды сталин екінші ассимиляция саясаты яғни бұл басқа ассимиляция деген еніп кету сіңісіп кету деген сөз яғни бұл жерде жаңағыдай кулак деген термин болады біздегі кулак дегеніміз яғни жалдамалы жұмысшылар немесе көлікті жалға беру арқылы байып кеткен байларды айтады кулак деп яғни бай адамдарды айтады сол уақытта сол яғни байларды біздің жерге жер аудартып жатыр сталин яғни олар яғни жеке идеологиясын өзінің қалыптастырмасын деп өздері жеке мемлекет құрамыз деп шықпасын деп сөйтіп жер аудартып жатыр ассимиляция дегеніміз сол концлагерлер құру яғни жаңағыдай концлагерлер дегеніміз біздің жаңағы сіздердің топтарыңызда тарлак алжир стеклар солар концлагер болып есептеледі 1937 жылы сталин мен оның айналасындағылар жалпы халық жауы мен олардың құйыршықтары түп тамырымен жоюдың қажеттігін санады яғни сол уақытта жаңағыдай өздерінің бір келісімге қол қояды
оған қарсы халық жауын және де оған қатыстылар, яғни оған қатысты дегеніміз жаңағы отбасы, бала шаға, әйелдердің барлығын түпкірімен жою саясатын. 1936-37 жылдар аралығында Қазақстанда 25.833 адам партиядан шығарылып, оның 8.544-і халық жауы айыбы тағылды. 31 жылдары, 54 жылдар аралығында жалпы КСО-да 3.777.000 адам сотталып, оның 643 мыңына ату жазасы кесілген болатын. Яғни осындай үлкен шығындар болатын. Енді репрессияға ұшыраған біздің қазақ зиялыларының ішінде кімдер бар? Яғни біздің Қазақстан бүкіл одақ коммунистік партиясының көрнекті қайраткерлері Мирзоян, Андроников, Рафальский, Манерский деген кісі, яғни бұлар біздің жаңағы Голошекин бірінші хатшы болды ғой, соның қарамағындағы қазақ деп жүрегі соққан кісілер. Яғни солардың өзін қуғын-сүргінге ұшырап отыр. Яғни Голошекинге қызмет еткендердің өзін. Одан кейін Алаш партиясының мүшелері Әлихан Бөкейхан, Ахмет Байтұрсынов, Жүсіпбек Аймауытов, Халел Досмұхамбетов, Әлімхан Ермеков деген кісілер Алаш партиясының мүшелерінің барлығын қуғын-сүргінге ұшыратқан екен. Ғылым қайраткері Жұбанов, Санжар Асфендияров, Төлепов сияқты ғылым қайраткерлері және де әдебиет негізін салушы өзіміздің Сәкен Сейфуллин, Бейімбет Майлин және де Мағжан Жұмабаев сияқты ірі тұлғаларды репрессияға ұшыратқан болады. Қазір сіздерге тапсырма ой толғауға байланысты фиксация сіздерге әрбір қазақ зиялыларының белгілі бір танымал сөзін береміз. Яғни Әлихан Бөкейханов, Міржақып Дулатұлы, Ахмет Байтұрсынұлы. Яғни 3 топқа жеке-жеке. Пікіріңізді айтуға шағын, былай айтқанда подсказка тұр. Мысал ретінде Әлихан Бөкейханұлы тірі болсам қазаққа қызмет етпей қоймаймын. Бұл арқылы сіздер Әлихан Бөкейхановтың қандай екенін айтуларыңыз болады бұл сөз арқылы, яғни патриот деген сияқты, мысалы намысшыл деген сияқты, немесе бұл сөз арқылы қандай жазаға кесілді сол жағын айтуға болады қарастырып. Бұл тапсырмаға сіздерге бір қамаулы 2 минут берейін, сосын қорғауға бір 2 минут берейін. Бұл сөздің түпкі мағынасын ойын ашып айтсаңыздар болады. Яғни бұл сөзбен не айтқысы келді бұл зиялыларымыз?
Sızgana oldu. Toptan böyle ilk adamın süresi. Her toptan böyle ilk adamlar süresi. Toplam. Toplu biraz da pasaylarında pasaylarında parlaklığı olan teknoloji şeyinin aldık oraya şey bakıyor. Американдық емхана болсам қазаққа түсінікті қоймаймын сөзінде өзінің патриоттық сезімін білдіреді. Яғни бұл жерде 20 ғасырдың басында қазақ зиялылары репрессия мәселесі бойынша көп бағамдаған. Мен мысалы халық жауы деген айыпқа келіспеймін. Себебі олар Әлихан Бөкейханов, яғни Бесарыс өздерінің сөзін, яғни өздерінің былайша айтқанда мнениесін айтқан үшін түрмеге отырған. Және де олар халық батырлар болу керек болған. Себебі олар қазақ халқын ақтап шыққысы келген. Сол себептен бұл кезде Әлихан Бөкейханов өзінің патриоттық сезімін, намысшылдық сезімдерін білдіре отырған. Tamam. Ғасырдың 20-30 жылдардағы әдебиет жүйе бойынша қорытынды ол кезде ол көздің саясаты халықтың құқығын былайша айтса, адамдар жалпы халықтың жеке құқықтары болмаған. Олардың құқықтарын әрдайым шектеп, олар басшылыққа мүлдем өз ойларын және немесе өз ойларын айта алмаған. Олар тек қана басшылардың берген бұйрығымен және солардың істеткен істерін ғана орындап, солардың тұрмысында былайша айтқанда қоюлықтап жүргендей сол кезде өмір сүрген. Tamam. Biraz alıyorum. Var mı belgeler?
ол өзінің уайымдаған өзінің замандағы адамдардың болашақта Tamam. Қалмығы жерлердің халық жауайы қазіргі таңда күннен қарасақ, ол Сталиннің өзінің қара басында ойлағаны, және өзінің адамдардың өзінің ойын жеткізбесінде өз биліктен қуатысы келмеген соң, адамдарға солай тыйым салып, адамдарға халық жауы деген атақ берген. Жақсы. Ол сөзіңіз жақсы. Тағы қосады ма? Иә. Айтайын. Оған қазіргі мемлекеттерде заң болғанын оған көбісі келіспейді. Жақсы. Evet. Қазақ диалогының бойынан сансуаттық намысшылдық және де бірақ туатын даму беруге дайын болғанымен осы қазақ елін намысшылдыққа өз елін қорғауға оянысқанын байқауға болады. Халық өкілдеріне саналған халық жауы деген айтпен қаншалықты келісесіз? Халық жауы деген айтпенмен келіспеймін. Себебі Міржақып Дулатов өзінің көзін аш оян қазақ көтер басының сөзімен адамдардың халықтың патриоттығын, намысшылдығын оятуға тырысты. Міржақып Дулатовтың осы сөздерімен оның намысшыл екенін байқауға болады. Tamam. Бүгінгі бізде бағалау жүйесі, карточкалық жүйесі, әскери коммунизм саясатын өткізді ғой, тақырыпты. Сол жерде айтылған болатын. Әр азық-түлік карточкалық жүйемен берілген. Ол уақытта бір карточка сен бір күн азығың немесе бір табысың деген сияқты. Сол сияқты яғни әркім карточкалар жинайсыздар, сол арқылы сіздерге баға қойып отырамын. Яғни күн сөйледі, сол кісілерге. Яғни тірі болсам қазаққа қызмет қылмай қоймаймын. Біздің заманымыз өткен заманның баласы, келер заманның атасы. Көзіңді шоян қазақ көтер басты, өткізбей қараңғыда бекер жасты. Жер кетті, дін нашарлап, хәл арам болып, қарағым енді жату жарамасты. Неткен керемет сөздер, патриоттық сезімді қозғайтын жолдары. Енді біз жаңа Кулак деп айтып жүрміз. Кулак деген кімдер жаңа? Яғни Ресей үкіметінде жаңағыдай жерді жалға беріп, негізі жері бар адамдардың негізі тарихта. Дүниежүзі тарихында жері, Англия, Франция тарихтарында өтіп, жері бар адамдарды фолк. Не деуші? Фолк қойдыңыз? Феодал дейді. Жері бар адамдар феодал. Яғни бұлай айтқанда, мынау орыстардың кулағы, бұлай айтқанда феодал, ағылшын француздардың феодалы. Кулактар сол жаңағыдай Сталин кулактардан барынша қорқыпты, яғни ақшасы бар адам ойына келген істеуі мүмкін. Яғни сол жерді жалға беріп, немесе жұмысшылар жалдап алып, яғни ол өзінің жерін көркейтіп, яғни бұлай айтқанда Сталинге қарсы немесе жаңағыдай өзінің жерін алып, дербес болып кетеміз деп, жаңағыдай билікке ұмтыламыз деп, мүмкін сондай немес штатынша наразылығымен. Сондайлардан Сталин соқты. Сол себептен барынша олардың жерлерді мемлекеттік жер тартып алып, яғни оларды барынша қуғын-сүргінге жер аударуға немесе басқа жаққа көшіріп жіберуге тырысты. Енді сондай адамдарды бізде ұстайтын жер керек болды. Яғни сондай адамдарды қарайтын жер керек болды. Сол үшін бізде жалпы мына лагерлер не үшін ашылды дейді, сол үшін яғни жаңағыдай кулактарды ұстап жаңағыдай қарап отыратын жер. Яғни бұл үшін 3 лагер ашылды бізде. Карла, Алжир және де Степлак болды. Үшіншісі былай қатты танымал емес көбінесе. Енді Сталиндік басшылық Қазақстан аумағын елдің басқа аудандарынан мыңдаған шаруаларды кулактың жер аудару аймағы ретінде қарастырды. Яғни біздің
Қазақстан жалпы сондай база болып жаңағыдай адамдарды ұстап отыратын. Бұл бірінші неміз лагеріміз Карлаг. Бұл Долинка ауылы, яғни мынау Қарағандыға жақын Долинка ауылына жақын маңайда орналасқан лагерь. Бұл жерде 75 мың адам тұтқынға ұсталды. Бұл жерде даже Ресей үкіметінің зиялысы, Ресейдің жаңағыдай танымал ғалымы Гумилев, яғни сол Карлаг лагерінде отырған болатын. Бізде яғни астанада бар ғой университет Гумилев атындағы. Яғни сол кісі жаңағыдай Карлаг лагерінде отырған болатын. Келесі Алжир лагері, яғни бұл Ақмола түбінде отан сатқандардың әйелдеріне арналған лагерь. Бізде бұл жерде бір атақты кейіпкеріміз отырған Гүлбахрам деген. Танисыздар ма? Кімге қатысты? Гүлбахрам деген кісі. Сәкен? Сәкен Сейфуллин атамыздың жұбайы, былай айтқанда сол кісі осы Алжир лагерінде отырған болатын. Осы Ақмола түбінде отан сатқандар әйелдеріне арналған лагерь 1937-54 жылдар аралығында бұл лагерьде осы аралық жыл аралығында 20 мыңдай адам отырған екен. 20 мың әйел адам отырған екен. Одан кейін Степлак, Жезқазған қаласы, Кеңгір кенті номер 4-ші саяси тұтқындарға арналған айрықша лагерь. Енді бұл лагерь деп аталу себебі былай айтқанда негізі тікелей түрме деуге де болады, бірақ бұл жерде түрмедегіндей тым не емес, қатаң да емес, тым жұмсақ та емес. Яғни Карлагта бұлардың несі тікелей мақсаты бұлар еңбек арқылы жаңағыдай жұмысшылар адамдарды жазалау, яғни қатаң еңбекке салып қою. Сөйтіп Алжирда дәл солай, яғни әйелдерді еңбекке салу және де Степлак бұл кәдімгі түрме уже. Бұл кәдімгі түрме. Бұл жерде адамдар уже түрмеде отырған. Қазіргі тапсырма сіздерде әр бұрыш жеке өздеріңіз соғыста 4 бұрыш, ромбы немесе 5 бұрыш. Яғни сіздердің тапсырмаларыңыз қазір әркім өзінің бұрышын толтыру керек. Яғни белгілі бір информация бойынша. Біріншісі, сіздер 4 бұрыштағы Карлаг жайлы яғни ақпаратта өздеріңіздің нелерді саласыздар, белгілеріңіз 4 бұрыш. Сосын мынау берілген мәтін бойынша осы жерге 4 ақпарат жазасыздар. Яғни 4 керек деген салмақты деген ақпараттарды сіздер өздеріңіздің белгілеріңіз саласыздар, 5 бұрыш, сосын 5 бұрыш, бесеуінен 5 ақпарат жазасыздар. Сіздер Степлак жайлы. Степлак лагері жайлы. Мысал ретінде тақырыптарыңыз қазақ хандығы болса, мына жерде мына жыл құрылды қазақ хандығы, мына бұрышында кім құрды, мына жерде территориясы, мына жеріне тағы бір қосымша ақпарат. Сол сияқты сіздер әр бұрышын толтыру керексіздер. Жылдан жылдан бір адам қорғалса келеді.
Program program harus berbench harus rumah kamar kuba ayo itu pakai all itu saya ngomong مثلا Ramazan bizim kültürleri yani kararları. Bunda oluşmuşlar ilmetrovan. Yani bunda oluşmuşlarından Mama ayında kısırı kadar eğitim itu wajib ilmetrovan kavusu kabullandı. anak proses kalau Aramızda bir kültürleri. Yani kalau pergi masalah di Jakarta ini masih boleh. Jadi itu persoalan. Kalau jadi untuk persoalan yang pengalaman. Kalau pelajaran pada di sana itu kita baru waktu itu jadi boleh. saya bukan lagi belum sekolah Ya, berapa lagi itu masuk merasa oh just
Aldın tamam. Aldın tamam. Ben. Yaparsın işte. Böyle. Merak etme. Alıyor tamam. Hadi. İşte yapalım dayanıyoruz. Алжир лагері ақмола облысына орналасқан. Ол Отан соғысында әкелген ақмола лагері. 1937 жылы арнайы бұйрықпен ашылған. 20 жылға дейін нәзік-жандылар қамауда болған. Ең сұмдығы мұнда бойына нәресте біткен аналарға мейірімділік жасалмаған. Нәтижесінде Теміртордың артында 1307 нәресте дүниеге келіп, көбісі аштық пен суықтың құрбаны болды. Evet. Gelirse istiklaldan varak gelir mi? Son kısımlar, alt şeytasın. Алып, бірінші лагерь. Бұл